болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы. Ұстаз күн сайын жүздеген шәкірттерінің жүрегіне жол тауып, ізгілік нұрын сепкен жайдары, жылы жүзді қадірлі жан. Ұстаздық та ақындық талант сияқты адамның қаны мен жанынан жаратылатын болса керек. Адамгершілік пен мәдениеттіліктің, білім мен біліктіліктің бастауы қашанда ұстаздан алған тәлім-тәрбиеге байланысты болатындығы заңды құбылыс. Өмір сүру дегеніміз балам үздіксіз алға ұмтылу. Ал соның ішінде ұстаздық, мұғалімдік мамандықты таңдаған екенсің. Енді бұл деп отырғанымыз бүгін мен келешектің рухани сабақтастығын жалғастыратын енді балам жақсы оқып жатырсың, білім алып жатырсың, ұстаздардан тәрбие алып жатырсың. Сол тәрбиеңді, біліміңді болашақ ұрпаққа үйрететіндей үлкен азамат бол. Рахмет, ал ұстаздар отбасында тәрбиеленгеннен де болар. Мен бала кезімнен мұғалім боламын деп армандап өстім. Бала арман жетелеп, Қарағанды гуманитарлық колледжінің қазақ тілі және әдебиеті бөліміне оқуға түсіп, білім алудамын. Колледж қабырғасында алған білімім мен өтіп жатқан байқау практикаларының арқасында шыңдалып, ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет екенін тереңінен ұғынып келемін. Болашақ ұстаз ретінде әрқашан дамып отыруды көздеп, әртүрлі сайыстар мен додалар арқылы өзімді шыңдауға тырысамын. Ұлы ғұлама Ахмет Байтұрсынов 20 ғасырда ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика мен методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім деген екен. Педагогикалық қызметті ең алдымен атаның емес, адамның баласын тәрбиелеуді, оған бүгін білім беру арқылы елдің ертеңін көрегендікпен қалыптастыруды көздеген дана қызмет деп білемін. Ұстаз ертеңді бүгін жасап, келер уақытқа білім жігері сақадай сайтулға дайындаудың хас шебері бола білгенде ғана ұлтымыздың заманауи көшін көріктете аламыз. Мектептің жүрегі саналатын қасиетті ұстаздықты таңдаған мен үшін ең бастысы ұлтымыздың ертеңгі ұлы тұлғаларын бүгін дайындауға үлес қосу. Мен жас маман, болашақ ел тірегі. Мен ұстазбын, мектеп ана жүрегі. Еңбек етем аянбай ел жолында, орындалсын халықтың ой тілегі.